Қайырлы күн баршаларыңызға. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және менің видеоларымды ең бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге ең алғашқы видеомда осындай құда нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құдалыққа өздеріңіз үй жағдайында осылай нан тоғыз жасап алып барсаңыздар болады. Ол үшін жылы сүт, жылы су, ерітілген сары май, жұмыртқа, қаймақ, тұз, шекер және ашытқы керек болады. Осылардың барлығын осындай шұңғыл ыдысқа жақсылап құйып, ерігенше, тұзы, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымыздың барлығын саламыз, қорықпаймыз, ұн жеткілікті. Енді сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына байланысты сәл минус плюстары болуы мүмкін, бірақ қорықпай сала беріңіздер. Жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды кемінде 10-15 минуттай илеңіздер. Сол кезде қамырымыздың басы бірігіп, жылтыр боп, қолға жабыспайтын әдемі қамыр дайын болады. Мінеке осындай жұмсақ қамырымыздың бетін жауып, кемінде 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны бірнеше бөлікке, яғни 7 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Ал егер үй жағдайында өзімізге үйге керек десеңіздер, онда өздеріңіз қалаған размерде кесіп пісіре берсеңіздер болады. Мен қазір 7 бөлікке бөліп жатырмын, бірақ әртүрлі размерде. Оның размерлерінің барлығын описаниеға қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, өлшеп таразменен жасасаңыздар болады. Осылай кесіп алдым мен 7 бөлікке, және оның барлығын жақсылап тұрып күлшелейміз. Күлшелеп болғаннан кейін қамырымызды 5 минутқа қалдырамыз. Себебі қамырымыз өзін тастау керек. Сол кезде жайылуы өте жақсы болады. Бетіне пленка жауып қоямыз. Енді осындай силиконовый коврикке майды жағамыз және ең үлкен күлшемізді алып, ортасынан бастап, шетіне қарай осылай форма жасаймыз. Менде мына силиконовый ковриктің размерінде 30 диаметрі 30 размерге апарып, осылай ең үлкен күлшемді 30 диаметрлік нан есебінде жасадым. Бұдан кейінгі күлшелерді, яғни 28, 24 қылып жасай береміз. Ең соңында кішкентай күлше жасаймын. Енді узор түсіру үшін 2 саусағымызбенен осылай қысып шығамыз. 2-3 қайтара қысыңыздар, себебі узорымыз өте жақсы көріну үшін. Ортасына да осылай жасасаңыз болады, немесе шанышқыменен кесе салсаңыз да болады. Осылай формамызға салып, тағы да бір рет узор түсіреміз. Енді жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқа жағып болғаннан кейін де тағы бір рет узорда үстін қысып шығамыз. Үстіне күнжіт немесе мак сеуіп, өздеріңіздің қалаған дәндеріңізді сеуіп, 220 градуста 20 минуттан әр күлшені пісіріп аласыздар.
Мінекей біздің күлше нандарымыз дайын болды. Осылай әртүрлі размерде жасап, пленкаға салып, корзинаға салып алып барсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.